Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз мәтіннің түрлерін өтетін боламыз. Әңгімелеу мәтіні. Әңгімелеу мәтініне тоқталатын болсақ, әңгімелеу мәтіні қандай да бір нәрсе туралы әңгімеленеді, хабарланады. Және не, қайда, қашан, қалай болды деген сұрақтарға жауап береді. Күз келді, айнала алтын түске боялған. Ағаштардың жапырақтары сары, қызыл болып жерге түскен. Құстар жылы жаққа ұшуға дайындалуда. Құстар қайда ұшуға дайындалуда? Жылы жаққа ұшуға дайындалуда. Сипаттау мәтіні. Сипаттау мәтіні адамның, жануардың, табиғаттың, оқиғаның көріністері сипатталады. Қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Аққу киелі құс. Аққу қандай құс? Аққудың мойны ұзын, тұмсығы қара, ұшы қызыл болып келеді. Аққудың қанаты ұзын, мамығы ұлпа болады. Ол ұшқанда жаймен ұшады. Аққулар достықтың, мәңгіліктің белгісі. Пайымдау мәтіні. Пайымдау мәтіні құбылыстың, оқиғаның себептері туралы айтылады. Түсіндіріледі. Бір нәрсе жайлы дәлелденеді. Неліктен деген сұраққа жауап береді. Ежелден адамдар үйді кірпіштен салуды ұнатқан. Себебі кірпіш суда ерімейді, суықта үгілмейді. Ол күйдірілгендіктен берік болады. Неліктен берік болады? Күйдірілгендіктен. Қазірде кірпіш үй құрылысында, өнеркәсіп құрылыстарында пайдаланылады.